لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد. الدرس الأول. Бірінші дәріс. Бізде дәрсу қазақ тілінде дәріс болады. Әл-әуәл бұл бірінші дәріс. Бірінші дәрісте біз не өтеміз? Бірінші дәрісте хаза деген тақырып. Бұны қазақ тілінде аударған кезде мағынасы бұл деген. Яғни бұл сілтеу есімдігі. Яғни бір нәрсеге сілтейсіз, осы нәрсе деп, оны араб тілінде хаза деп айтады. Мысалы, хаза бәйтун десе, бұның аудармасы бұл үй деген. Хаза деп. Бізде үй деген нәрсе ақылсыз нәрсе болады. Сондықтан хаза деген нәрсені ақылсыз нәрсеге қолданса болады. Екіншісі мысал, хаза масджидун, бұл мешіт. Келесі, хаза бабун, бұл есік. Бабун, бұл есік. Хаза китабун, бұл кітап. Келесі, хаза қоламун, бұл қалам. Біздің қазақ тіліндегі қалам сияқты. Хаза мифтахун, мифтах деген бізде кілт. Кейін, хаза мактабун, бұл үстел. Хаза сарирун, бұл кровать. Хаза курсиюн, бұл орындық. Демек бізде хаза деген нәрсе ақылсыз нәрсеге қолданылады. Және ақылды нәрсеге қолдансақ та болады. Біздер хаза деген сөздің араб тіліндегі мағынасы және де ол не нәрсені білдіреді, қандай нәрсеге қолданады, соны бірінші түсіндіріп кетсек. Ол үшін біздер кітаптың шархына қайтамыз. Кітаптың шархы деген бар. Оны араб тілінде шарх деп айтады. Қазақша бұның мағынасы түсіндірме. Міне ад-дарсил ауалда біріншісінде міне хаза деген тақырып берілген. Бұл не нәрсе? Бұның анықтамасын біріншіден білейік. Бұл глагол емес, яғни етістік емес. Және екіншіден бұл шылау емес. Шылау немесе жалғау емес. Бұл исім. Исім деген бізде есімдік. Немесе есім деп айтамыз. Ишаратин дейді. Ишара деген яғни сілтеу. Бұл сілтеу есімдігі. Бір нәрсеге сілтейсіз. Не нәрсеге сілтенеді? Лил муфрад. Муфрад деген бізде жекеше нәрсеге. Яғни ол обязательно міндетті түрде жеке нәрсе болу керек. Бұл қалам, бұл мешіт, бұл кітап деген сияқты жекеленген нәрсеге сілтеніледі. Және екіншісі музаккар дейді. Музаккар деген мужской род. Бізде енді қазақ тілінде мужской және женской род деген жоқ. Жалпы бізде ер тегі немесе әйел тегі деп айтады қазіргі уақытта. Яғни бұл женский род және мужской родты біздерге білдіру үшін қазақ тілінде қолданатын кейбір сөздер. Сондықтан бұл музаккар болады хаза деген. Яғни бұл хаза деген сөз тіркесін есімді біздер қолданамыз не нәрсеге? Музаккарға. Музаккар деген не болды сонымен? Мужской род. Екіншіден әл-қариб. Одан кейін әл-қариб. Әл-қариб деген бізде не деген? Жақын деген. Яғни бұл деген хаза деген сөз тіркесін жақын жерде тұрған нәрсеге ғана қолдана аласыз. Ал алыста тұрған нәрсе болатын болса, онда бұл хаза деген тіркес қолданылмайды. Және ең соңғысы әл-ақил. Әл-ақил деген бізде ақыл иесі. Және уа дейді. Уа деген және деген ғайрил ақил дейді. Яғни бұл ақылсыз деген. Демек, бұл деген сөз тіркесі хаза ақылдыға да және ақылсызға да қолданылады. Мысалы, ақылдыны мысалы хаза раджулун дейді. Хаза раджулун деген бұл кісі, еркек адам. Және хаза валад, бұл бала. Және хаза шейх. Шейх деген бұл қария, немесе қарт кісі. Және екіншіден айттық біздер ғойрил ақил дедік. Екіншіден бұл дегені ақылсыз. Мысалға, хаза китабун, бұл кітап. Кітап бізде не? Ақылсыз зат. Және хаза бабун, бұл есік. Есік деген бізде не? Ақылсыз зат. Хаза қаламун, бұл қалам. Кітап, бұл кітап. Кейін бізде осы жердегі мысалдардан кейін бізге берілетін мәселе ма хаза деген тақырып.
Ма хаза дегенді біздер қазақ тіліне аударатын болсақ, мә деген не деген. Хаза деген біздер мана өттік. Бұл деген сөз болады. Демек, бұны сөзбе сөз аударатын болсақ, не деген? Бұл не? Ма хаза дейді. Мысалға, ма хаза, бұл не? Бұл демек не болады? Сұрақ болады бұл. Сұрақтың сөз тіркесі болады. Хаза байтун, бұл үй. Мынаған жауап беріп жатыр. Одан кейін ахаза дейді. А деген бізде шылау болады. Бұл деген ба, бе, та, ти деген сөз тіркесі сияқты. Ахаза байт немесе ахаза байтун, бұл үй ма? Бұл жерде сұрақ. Оның жауабы наам дейді. Наам деген бізде араб тілінде не дейді? Я деген мағына. Хаза байтун, я, бұл үй. Бұл жерде бізге сұрақ қойылды. Ахаза байтун, бұл үй ма деп сұрақ қойды. Біз не деп жауап бердік? Наам хаза байтун, я, бұл үй. Екіншісі, ма хаза, бұл не деп жатыр? Сұрақ болып жатыр. Не деп жауап береміз? Хаза қамис, бұл көйлек. Қамис деген бізде көйлек болады. Одан кейін ахада сарирун, бұл кровать па деп жатыр суреттегі. Не деп жауап бересіз? Ля, жоқ. Бізде суретте көріп тұрғандай бұл не? Курсиюн. Курси деген бізде бұл орындық. Одан кейін ахаза мифтах, сұрақ қойып жатыр. Бұл кілт па? Суреттегі нәрсе кілт емес сөзсіз. Не деп айтамыз? Жауабы ля. Ля деген бізде жоқ. Хаза қалам, бұл қалам болады. Келесі сұрап жатыр. Ма хаза, бұл не? Не деп жауап береміз? Хаза наджмун, бұл жұлдыз. Демек, бұл жерде аңғарғандай бізде мә деген сөз тіркесі не болды? Не деген сөз болды. Және бұл ақылсыз нәрсеге қолданылады. Келесімде бізде берілген нәрсе ма хаза дейді. Бұны қазақ тіліне аударатын болсақ, бұл не деген сөз. Анықтамасына қайтатын болсақ, мә деген нәрсе исму истифхамин дейді. Исм деген есім сөз, истифхам деген яғни сұрақ. Демек, сұрақ есімі. Және бұл лиғойрил ақил, ақылсызға қолданылатын сұрақ есімдігі. Мысалға, ма хаза, бұл не? Хаза китабун, бұл кітап. Яғни кітап бізде ақылсыз. Немесе ма хаза, бұл не? Хаза бабун, бұл есік ақылсыз. Ма хаза, бұл не? Хаза қалам, бұл қалам. Яғни, что это, я? Демек, бізде ма хаза деген нәрсе ақылсыз нәрсеге қолданылады. Ал егер біз айтатын болсақ, мысалға, ма хаза деп, бұл не деген кезде, хаза роджул дейтін болсақ, бұл қате болады. Себебі роджул деген бізде аудармасы кісі, бұл ақыл иесі. Ақыл иесіне біздер ма хаза деген сөзді қолдана алмаймыз. Себебі жаңа бізде анықтамада айтқандай, мә деген нәрсене ақылсызға қолданылатын сұрақ. Немесе ма хаза, бұл не? Оған жауап ретінде хаза валад деп жауап беретін болсақ, бұл бала деп, демек бұл бізде не болады? Қате болады. Келесі келген мәселелердің бірі ахаза сарир деді. А деген бізде мана едік, сөз тіркесі дедік. Ба, бе, та, те немесе ма, ме деген не? Шылаулар болады. Міне мен жаңа анықтамасы а деген хамзатул истифхам дейді. Истифхам деген сұрақ, хамза деген бізде осыны айтады не? А деген нәрсені. Яғни сұрақ хамзасы. Және бұл харфун дейді. Харф деген біз не? Шылау. Бұл шылау болады. Жауабуху дейді. Бұған жауап ретінде қалай жауап береміз? Екі түрлі жауап береміз. Наам деген ия, ау немесе ля дейді. Ля деген бізде жоқ. Бұл егер бізге сұрақ қойылатын болса, осы сипатта бізге сұрақ қойылатын болса, біз оған қалай жауап береміз? Я немесе жоқ деп жауап береміз. Мысалға, ахада сари деп сізден сұраса, бұл кровать па деп сұраса, сіз не дейсіз? Егер кровать болатын болса, наам деп жауап бересіз. Ахада сарир, бұл кровать. Ал егер сізден кроватьты бұл орындық па деп сұраса, сіз не деп жауап бересіз? Мысалға, міне, ахада курсиюн, сұрақ қойып жатыр. Бұл орындық па? Не дейсіз? Ля хада сарир, жоқ, бұл кровать. Немесе ахаза роджулун, бұл кісі ма? Наам хаза роджул, я, бұл кісі. Ахаза валадун, бұл бала ма? Ля, жоқ, хаза роджул, бұл кісі.
Бұл бала емес, бұл не? Кісі. Келесі бізде осы өткен нәрсеміз бойынша тапсырмалар. Бұл тапсырмаларды міндетті түрде өздеріңіздің дәптерлеріңізге жазып, сөздіктерді жаттап жүруіңіз керек. Тәмрин дейді. Тәмрин деген бізде қазақ тілінде не болады? Тапсырма. Мынау 1 деген сан. Бірінші тапсырма. Сізден сұрап жатыр, мен суреттегі нәрсені ма хаза деп. Бұл не деп сұрап жатыр? Сіз не деп жауап бересіз? Хаза мифтахун. Бұл не болады? Кілт болады. Немесе екінші суреттегі, міне бізде кітап тұр. Сізден сұрап жатыр, ма хаза. Бұл не? Сіз не деп жауап бересіз? Хаза китабун. Бұл кітап. Келесі суреттегі сұрап жатыр, бұл ручка болады. Ма хаза деп сұрады сізден. Бұл не? Не деп жауап бересіз? Хаза қаламун деп жауап бересіз. Бұл қалам. Келесі суретте бұл есік бізде. Ма хаза деп сұрады. Сіз не деп жауап бересіз? Хаза бабун. Бұл есік болады. Келесі біздегі суретте бұл үй. Ма хаза деп сұрап жатыр. Не деп жауап бересіз? Хаза байтун деп жауап бересіз. Бұл үй болады. Екіншісі бізде орындық тұр. Сізден сұрап жатыр. Ма хаза. Не деп жауап бересіз? Хаза курсиюн. Курси деген не бізде не? Орындық. Осылай жауап бересіздер және дәптерге жазып аласыздар міндетті түрде. Біздегі екінші тапсырма тәмрин. Тәмрин деген біз жаңа айттық. Тапсырма бұл 2 деген сан. Сізден суреттегі нәрсені сұрап жатыр. Ахаза байтун деп сізден сұрап жатыр. Бұл үй ма деді сізге. Ма деген міне мынау а деген. Мана біздер айттық, шлау дедік, ма петате деген сияқты. Сізде суретте берілген бұл мешіт. Демек, бұл үй емес. Не деп жауап бересіз? Ла, жоқ, хаза масджидун. Бұл мешіт деп жауап бересіз. Келесі екінші суретте сізде ручка берілген, қалам берілген. Сізден сұрап жатыр. Ахаза мифтах. Бұл кілт па? Не деп жауап бересіз? Ла, жоқ, хаза қаламун деп жауап бересіз. Бұл қалам. Келесі суретте сізде көйлек берілген. Және ахаза қамис. Бұл көйлек па деп жатыр. Не деп жауап бересіз? Наам. Наам деген иә деген. Наам аза қамисон деп жауап бересіз. Келесіде жұлдыз берілген. Ахаза наджмун. Бұл жұлдыз ба деп жатыр. Не деп жауап бересіз? Наам хаза наджмун деп жауап бересіз. Үшінші тапсырмада бізге берілген. Міне, мынау 3 деген сан. Не деп жатыр? Иқра уактуб дейді. Иқра деген оқы деген. Бұл бұйрық райы. Уактуб деген жаз деген. Уа деген және деген. Уктуб деген жаз деген. Бұл жерде сіз берілген сөздерді харакаттарын қойып оқып шығасыздар. Біріншісі хаза мактабун. Бұл үстел. Хаза масджидун. Бұл мешіт. Хаза қаламун. Бұл қалам. Хаза сарирун. Бұл кровать. Ма хаза. Бұл не? Хаза курсиюн. Бұл орындық. Ахаза байтун. Бұл има. Ла хаза масджидун. Харакаттарын қойып шығасыздар. Ма хаза. Бұл не? Хаза мифтахун. Бұл кілт болады. Дәптерге жазып аласыздар. Кейінгі мәселе бізде мән хаза деген. Мән деген не деген? Мән деген бізде кім деген? Бізде мә деген нәрсе мана не деп, не нәрсе болатын болса, мән деген бізде кім деген? Бұл ақылдыға қолданылады. Бізде мә деген нәрсе, бұл ақылсызға қолданылса, мән деген бізде не? Ақылдыға қолданылады. Мысалы, мән хаза. Бұл кім деп жатыр суреттегі? Не дейсіз? Хаза табибун. Бұл врач, немесе дәрігер. Табиб деген дәрігер. Мән хаза сізден суреттен сұрап жатыр. Бұл кім? Не деп жауап бересіз? Хаза валадун. Бұл бала. Келесі суретте мән хаза деп сұрап жатыр. Бұл кім? Міне суреттегі хаза талибун. Бұл студент, немесе оқушы. Талиб деген студент. Хаза валад. Суреттен сұрап жатыр. Бұл бала ма дейді? Не дейсіз? Жоқ. Хаза раджулун. Бұл кісі. Енді біздер шарықтан түсініктемеден мән деген сөздің анықтамасын қарап көрейік. Бізде шарықта түсініктемеде мән хаза берілген. Мән деген не нәрсе? Бұл исму истифхам лил ақил. Сұрау есімдігі лил ақил. Ақылдыға. Бізде мана мә деген нәрсе
не деген болды, және ол ақылсызға болды. Ал мән деген болса не болады, бізде ақылдыға болады. Мысалы, мән хаза бұл кім, хаза табиб, бұл врач. Мән хаза бұл кім, хаза валад, бұл бала. Мән хаза бұл кім, хаза талиб, бұл студент. Ал егер біз айтатын болсақ, мысалға, мән хаза бұл кім, хаза китап, бұл кітап. Бұл жерде не болады? Қате болады. Неге? Себебі бізде кітап ақылсыз. Дәл сол тәрізді басқа мысал, мән хаза бұл кім деген кезде, хаза қалам десек не болады? Қате болады. Себебі бізде қалам не? Ақылсыз. Бұл жерде біздер қалай сұраймыз? Ма хаза деп сұраймыз. Осы жерде берілген сөздерді, табиб, валад және талиб және раджул деген сөздерді өздеріңіздің сөздік дәптеріңізге жазып, міндетті түрде жаттап жүреміз. Келесі, ма хаза деп сізден суреттеуін сұрап жатыр. Міне, не деп жауап бересіз? Хаза масджидун, бұл мешіт. Мешітке біздер қандай сөз тіркесін қолдандық? Мәні қолдандық. Себебі бізде мә деген не нәрсе? Ақылсызға қолданылады. Мән хаза бұл кім? Хаза тәжір, бұл саудагер. Саудагер бізде ақыл иесі болғаннан кейін мән деген сөзді қолданамыз. Келесі суретте хаза кәлбун, бұл ит болады. Кәлб деген бізде ит. Хаза кәлб, не сурет деген сізден сұрап жатыр, бұл ит па? Ла хаза қиттун, бұл мысық болады. Келесі хаза сурет деген көрсетір сізде, химар, бұл есек. Келесі сұрап жатыр сізден, хаза химар, бұл есек па? Не дейсіз? Ла, жоқ. Хаза хисан, бұл жылқы. Келесі уама хаза суреттен сұрап жатыр сізде, бұл не? Хаза джамал, бұл түйе. Ма хаза, бұл не суреттен сұрап жатыр? Хаза дик, бұл әтеш. Келесі суреттен сұрап жатыр сізде, міне ұстазды. Мән хаза, бұл кім? Хаза мударрис. Мударрис деген бізде оқытушы, немесе мұғалім. Хаза қамис, бұл көйлек па деп сұрап жатыр. Бізде бұл сөзсіз көйлек емес, бұл не? Орамал. Демек, не деп жауап береміз? Ла, жоқ. Хаза миндилун, бұл орамал. Тәмірин, тапсырмалар. Иқра уактуб деген сізге, иқра деген оқы, уактуб деген жаз деген. Мына жерде берілген 10 сөйлем бар, 10 сөйлемді оқып, дәптерге жазып, харакаттарын қоясыздар. Біріншісі, ма хаза, бұл не? Хаза қалам, бұл қалам. Хаза кәлбун, бұл ит. Мән хаза, бұл кім? Хаза табиб, бұл дәрігер. Хаза джамалун, бұл түйе. Хаза кәлбун, бұл ит па? Ла хаза қиттун, бұл мысық. Хаза дик, бұл әтеш па? Наам, иә. Хаза хисан, бұл айғырма, немесе жылғыма. Ла, жоқ. Хаза химар, бұл есек. Хаза миндилун, бұл орамал. Хаза валад, бұл балама. Наам, иә. 10-шы сөйлем. Мән хаза, бұл кім? Хаза раджулун. Осы жерде байқағандарыңыздай сіздерде не харакаттар берілмеген? Мысалға, міне осылай харакаттар, кәлбун деген сияқты харакаттар берілмеген. Джамалун, немесе қаламун, немесе табибун деген сияқты харакаттар қоймаған. Не үшін? Себебі біздер манағы сөздіктердің барлығын не өтіп шықтық. Және сол сөздерді жаттап аласыздар, кейін ол сөзді көзбе-көз көрген кезде не харакаттар сізде автоматты түрде есіңізге келіп тұрады. Және тапсырмаларды жазған кезде осы жердегі барлық харакаттарды қойып шығасыздар, кейін сөздіктерді жаттайсыздар. Бізде бүгінгі бірінші сабақ осы. Қысқашалап егер қорытындылап айтатын болсақ, бізде келген мәселелердің бірі хаза және мә деген нәрсе, және мән деген нәрсе, және деген нәрсе. Хаза деген бізде бұл деген болды. Яғни сілтеу есімдігі. Мә деген бұл ақылсызға қойылатын сұрау шылауы. Бұл не деген сияқты. Мән деген бізде ақылдыға қойылатын сұрау шылауы. Және деген нәрсе бұл сөз тіркесі ба, пе, тати деген сияқты бұл бізде шылау. Бұл сөзсіз өзі мағына бермейді, бәлкім бір сөйлемдерге немесе бір сөзге мағына беру үшін келеді. Валлаху а'лам.